Ассалауму алейкум. Бүгін біз орыс халқының ұлттық тағамы уханы дайындайтын боламыз. Сазан балықтарымызды қайнап тұрған суға саламыз. Және де картопты уақтап турап, сол қазанымызға саламыз. Бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. 2 ас қасық томат, 1 қасық тұз салып араластырамыз. Міндетті түрде каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Уха өте тез дайындалады. 25-30 минуттай қайнатып аламыз. Мінекей дайын болды. Мен балықтарын бөлек сүзіп алам, сорпасын бөлек беремін. Сіздерге де дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Мінекей балықтарымызды сүзіп алдық. Ыдысымызға сорпасында бөлек ыдысқа сүзіп қойдық. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады.